Достар, бүгін қызық бір эксперимент жасаймыз. Химия сабағын жақсы көргендер міндетті түрде қараңыздар. Бүгін арнайы фильтрді тексерейік деп келдік. Давайте, 2 су, обычный кранның суы. Так. Және екіншісі фильтрдің суы. Мынау дүниені қазір біз алып, екеуі де бірдей зат. Айырмашылығы былай салсам да, былай салсам да. Бұл жердегі маңызды нәрсе, картопқа қосқаннан кейін судың реакциясын көреміз да. Давайте көрейік. Бисмилля. Оң жағындағы тұрған су ол кранның суы, сол жағындағы фильтрдікі. Көріп отырсыздар ма реакцияны? Бүлкілдеп отыр. Негізі мынаның барлығы накип болып саналады, қателеспесем. И осы дүниенің барлығын біз сізбен бірге күнделікті өмірде қолданамыз. Міне осындай хал. Өкінішке орай, біз біреуміз білеміз, біреуміз білмей ішеміз, бірақ егер из-под крана су ішкен кезде, кейде айтамыз, минералдар көп болады, табиғи суды түссе, бірақ негізінде ішінде тұздар болады. Бұл тұз артық мөлшерде қолданылған кезде ол біздің бүйрегімізге, іш құрылысымызға зиян тигізеді. Достар, мынаны қазір біз екінші түрді тексереміз. Алып, судың ішіндегі pH числосын немесе тұздылығын деп айтайықшы. Негізі норматив 25-30-тан аспағаны дұрыс. Бірақ енді әрине, табиғатты өзгергеннен кейін кім қай жерде қандай ішеді, ол өздеріңіздің таңдауларыңыз. Но қосымша Google-дан, ChatGPT-ден біліп алсаңыздар болады. Міне, pH 0 болып тұр. Давайте фильтрованный суға қосайық бірінші. 24 көрсетіп тұр қазір. Окей. Қайттан 0 болды, су жоқ себебі. Енді екінші суға тексерейік, бірақ мен айтпай қойын, өздеріңіз қараңыздар қанша екен. $204 денсаулықтарыңыз күш қуат берсін, Аллах тағала.